Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев салық кодексіне енгізілген өзгерістерге қол қойды. Енді декларация тапсыру жеңілдейді. Бірақ бұл өзгерістер барлық тұрғындарға қатысты емес. Жаңа құжат нені өзгертеді? Декларацияны кімдер тапсыру қажет? Бұл туралы тілшіміз толығырақ тарқатады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев салық кодексіне енгізілген өзгерістерге қол қойды. Енді салық органдары дерекқор мен мемлекеттік органдардан алатын дербес мәліметті бөтенге ұсынбайды. Онымен қоса декларацияны қағаз түрінде тапсыру мерзімі ұзартылады. Сарапшылардың айтуынша бұл инновация арқылы тұрғындардың салық тапсыруы жеңілдемек. Декларацию об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования. Жалпыға бірдей декларациялау шеңберіндегі активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны кіріс жүйесіне кіретін барлық тұрғындар тапсыруға міндетті. Оған зейнеткер болсаңыз да, жұмыссыз болсаңыз да кіресіз. Алдымен 250 нысанда декларация тапсырылады, ал келесі жылдан бастап 270 нысанды құжатты тапсыру басталады. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәлімдеуінше 270 нысанды декларацияны тапсыруда біраз өзгерістер бар. Бұған дейін декларацияны жыл сайын тапсыру көзделсе, енді соңғы өзгерістерден кейін бірінші және екінші кезеңге кірген тұрғындар 270 нысанды құжатты тапсыруға міндеттеледі. Что касательно второго этапа, это кто? Екінші кезеңге келер болсақ, 2024 жылы декларацияны квазимемлекеттік сектор және бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен олардың жұбайлары тапсырады. Кейін құжатты жалақыға қосымша табыс болған жағдайда ғана ұсынады. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне кіретін зейнеткерлер мен басқа да тұрғындар 2025 жылы 250 нысанды декларацияны ғана тапсырады. Ал кейінгі жылдар зейнетақы, жалақы мен әлеуметтік төлемдерден басқа қосымша табыстарымен елден тыс жерде мүлік сатып алынбаса, онда 270 нысанды құжатты тапсыру міндеттелмейді. Хамза Нұрпейісов, Қарагөз Мақатова, Алау.